Барлықтарыңызға сәлем. Сіздермен бірге мен Арипенки. Өте ұзақ уақыттан кейін, қанша шамамен 2 жылдай уақыт, уже 2 жылдай уақыт болып қалды ғой. 2 жылдай уақыттан кейін мен қайтадан YouTube каналыма оралдым. Негізінде бұған дейін де бірнеше рет видеолар түсірген болатынмын. YouTubeға саламын, қайтадан YouTube'ты қайтадан бастаймын, қайтадан жаңғыртамын деп. Бірақ каким-то образом оларға обработка жасалмай, YouTubeға да салынбай қалды. Но осы жолы точно YouTubeға шығамын, қайтадан бәрін бастаймын, қайтадан қолға аламын деп келіп отырған жайым бар. Қазір мен де мерекеге жиналайын деп жатырмын. Құрбыммен кездесеміз, сол үшін қазір бірінші макияж жасаймын. Сол процесстен бастап түсірейік. Қазір менімен бірге кездесуге бірге жиналамыз. Так, фаундейшн жағып болдық. Енді бізде кім қалай жасайтын білмеймін, но мен өзіме қалай ыңғайлы солай жасай беремін. Келесі бізде контуринг. Менде сухой контуринг. Мен обычно мұрынға и иектерге жасаймын контурингті. Так, біз қасымызды көтеріп алдық. Келесі көзімізді бояймыз. Көзімізге мен андай клеоның палеткасын қолданамын. Менде көбінде қолданатын түстер екі розовый және де көзді жылтыратуға андай жылтырды қолданамын. Мен YouTube'ты уже 2 жылда почти жүргізе берсем да, менің видеоларымды әлі көретін кісілер бар сияқты. Себебі менде где-то 2-ші курс оқып жүрген кезде ма, 3-ші курс оқып жүрген кезде ма түсірген видео бар болатын. Сол видеоға адамдар көбінде комментарий жазып әлі күнге дейін сұрайды екен. Екінші тілін таңдау үшін қандай документтер керек деген сияқты, басқа да тағы басқа сұрақтар сұрайды екен. Бірақ та мен уже мектеп бітіргеніме өте көп жылдар болып қойды. Так что мен ол жайлы ақпараттарды қатты жақсы білмейді екенмін. Бірақ та қазіргі уақытқа дейін менің видеоларымды көретін адамдар бар болғаны үшін қуаныштымын. Мен последний раз видеомды жүктеген кезде менде где-то 610 шақты оқырмандарым болған болатын. И қазіргі уақытқа дейін, хотя 2 жыл өтсе де уже түсірмей кеткеніме, әлде де 611 оқырман әлі де бар екен. Оны көріп бір жағынан тоже қуанып қаламын. Менен адамдар шықпағаннан кейін менде тоже видео түсіруге одан ары қарай желание болады. Барлықтарыңызға көп рахмет. На розовый менен на розовый екеуін араластырып көзді боядым. Маған вообще всякий такой нежный, розовый сияқты түстер ұнайтын болғаннан кейін көбінде менің макияжым более такой розовый болып шығады. Так, вроде осылай жеткілікті сияқты. Потом менде осы тендерменен көп нәрселерді мен көзге да и
көздің жан жағына да барлығын тенмен қолданамын да. Етек сәл жасаған кезде тоже теннің жилтырымен қолданамын. Потом, кстати, ерніме тоже контурды, ну контур емес, кішкене ерін пухлый болып көрініп тұру үшін тоже более такой қоңырлау именно осы тенменен. Қазір еріннің жан жақтарын тоже бояп шығамыз. Тенменен бояп қоятын болсаңыздар, кішкене пухлылау болып көрінеді. Стрелки керек, стрелка сатын боламыз. Менде андай розовый цвет. Бізде стрелка шықты. Кірпігімізді бояймыз. Потом бізге қазір қалды только кірпігіміз и қастың ұшын салу керек. Бұл жерде қасымыз тым қысқа болып қалды маған. Менде қасым қысқа болғаннан кішкене былай көзбенен салыстырған кезде сәл осы жерге жетіп тұратындай қылып карандашпен бояу керек болады. И кірпігімізді бояймыз, сонымен бізде макияжымыз толық дайын болады. Мен всегда кабарет қолданамын. Кабарет латекс, кабарет латекс қолданамын. Себебі мен кірпіктерімді бояған кезде всегда андай қалай десе болады. Жеке-жеке болып тұру керек та. И солай жасауға кабарет өте жақсы. Сол үшін кабарет қолданамын. Бізде макияжымыз почти аяқталды. Мен кірпігімді бояп, қасымды бояп келдім. И бізде қалғаны только ерін ғана. Қазір ерінге помада жағамыз. Біздің макияжымыз дайын. Потом бірге аутфит таңдайтын боламыз. Бүгінгі біздің аутфитіміз осындай иығы ашық кофтаменен мынандай классикалық шалбар болады. Бізде бәрі дайын. Мен сырға и алға және де жүзіктер тақтым. Белме және де белдік қостым. И бізде последний штрих, парфюм и все. Көрсетуді ұмытып кеттім. Еще сумка аламыз.
오랜만이에요. 잘 지내고 있어요? 거기 독일에 어때요? 독일의 날씨가 어때요? 날씨가 거기 약간 봄 같은 느낌이 있어요? 응? 지금 봄이잖아요, 봄. spring. 지금 봄이니까 약간 봄 같은 느낌이 있어요. 지금은 전어에 대한 단어들부터 시작해 봅시다. 제가 가장 먼저 물어보고 예원 씨가 저한테 그거를 한국말로 통역해 주세요. 자, 첫 번째는 하발라소. 어떻게 말해야 돼요? 한국말로? 1급을 끝났고 이제 우리 2급을 시작해야 돼요. 2급. Biz birinchi gıpta bitirdik, то есть birinchi levelda bitirdik. Kelesi biz екінші деңгейге көшеміз. енді бүгін біздің екінші деңгейіміздің бірінші сабағы 2급. 오늘의 우리 주제가 만남이고, 그리고 우리 어휘에는 학교에 대한 단어들, 회사에 대한 단어들이랑 인사할 때 쓰는 단어들을 배울 거고, 그리고 문법, 못이라는 문법을 공부하고, 그 다음에는 지 못하다라는 문법이 있고, 그 다음에는 는데라는 문법을 배울 거예요. 오늘 공부하면서 연습을 같이 할 거예요. 자, 그러면은 오늘 수업 시작해 봅시다. 자, 첫 번째 우리 어휘. 여기 보면은 여기 이 그래프에 보면은 이쪽에서는 학교에 대한 단어들이랑 이쪽에서는 회사에 대한 단어들이 있어요. 제일 첫 번째로 이거 학교라는 거 보세요. 학교라는 거 우리 알아요. 맥집이야? 학교 지금 그지? видеоны соңына дейін тамашалағандарыңызға барлықтарыңызға өте үлкен рахмет айтамын. және де егер де қандай да бір ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болатын болса, міндетті түрде комментарийге қалдырып кетсеңіздер болады. Барлықтарыңызға көп рахмет. Келесі видеода кездескенше.